Мен Абдикаримова Айнұр Опабековна еңбек жолында маман болып қалыптасуыма, жаңашылдыққа ұмтыла отырып, білім беру саласында өз орнымды табуға Абай атындағы Саран гуманитарлық техникалық колледж және Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қосқан үлесі зор. Отбасын құрып, 3 баланың анасымын. Бүгінгі жаңа күн не әкеледі деген сұрақ мені үнемі толғандырып келеді. Оқушыларды білімге, шығармашылыққа, еңбек сүйгіштікке үйретуші, оқыту үрдісін жаңа технологияларды қолдана отырып, шығармашылықпен жұмыс жасаймын. Қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып келемін. Мұғалімнің бейнесі оқушы жетістігімен көрінеді демекші, қалалық жетістіктеріне тоқталып өтейін. Қазақ тіл пән олимпиадасы 1-ші орын, ғылыми конференция оқушылар арасындағы 8 пен 11 сынып 1-ші орын, 5 пен 7 сынып оқушылар арасында зерде ғылыми практикалық конференцияда 1-ші орын ие болып, облысқа Теміртау қаламыздың намысын қорғап, жүлделі орынға ие болдық. Алаш Әлиханы қалалық конференциясында 2-ші орын иеленді. Рухани жаңғыру аясында туған жердің тарихы, туған елдің тарихы ғылыми тәжірибелік конференциясында 2-ші орын. Облыстық жетістіктерім 21-ші ғасырдың қажетті дағдыларының бірі эмоционалдық интеллект және сыни ойлау форумы. Туған өлкемнің электрондық энциклопедиясы өлкетану форумы. Дарынды оқушыға талантты ұстаз облыстық педагогикалық олимпиада оқушылармен қатысып тәжірибе бөлістік. Халықаралық педагог мамандар арасында ұйымдастырылған Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай университетіндегі Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналған халықаралық конференциясы мен Солтүстік Қазақстан облысы Қозыбай оқулары 2021 конференциясында мұғалімнің кәсіби өсу шеберлігі тақырыптары мен баяндама жасап бөлістім. Әрине, баптамасаң, өзің үлгі бола алмасаң, еңбекті төкпесең, белгілі бір пән бойынша қабілетіңді анықтай алмасаң, бұлақ көзі ашылмауы да мүмкін. Баланың дарындылығын анықтаудың негізі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. Менің әлі де алар асуым, бағындырар биіктерім өте көп. Осы жолда өзімді шебер мұғалім ретінде көрсетемін деп сенемін. Қазіргі заман жастардың қолында. Ендеше жаңа әлемге жаңаша жол салу менің басты мақсатым.